Ал достар, мынау кетаның оригинал сайты осы жерде жазылып тұр. Міне, мынау біріншісі біздерде кетаны толтыру, екіншісі болса чек кета результат деп жазылып тұр. Осы жерде тек результатын ғана білесіздер. Біздерге қазір бірінші уақыт толтыру қажет. Осыны басамыз. Мына кетаның ең бірінші қадамы. Бұл кетаның өзі 7 қадамнан тұрады. Ең бірінші қадам сіздер тек қана барлығымен не істеуіңіз керек? Рұқсатыңызды беруіңіз керек. Ең бірінші, мысалы, сіз қай континенттесіз? Біздер Европа континентіне жатамыз. Осы жерде Қазақстан елін таңдаймыз міндетті түрде. Қазақстан. Қазақстан таңдаймыз. Одан кейін осы жерде сізден сұрап тұрады. Сіздің данныйларыңызды сіз бізге тапсыруға дайынсыз ба десеңіз, біздер бәріне иә деп жауап беріп кетуіңіз керек. Сіздер соглашение беріп жатасыз өзіңіздің данныйыңызды тексеруге. Осы келесі бетке өтеміз. Келесі қадам біздерде Enter email деп тұр. Осы жерде сіздер паспортыңыз номер жазу керек. Паспорт номері дегеніңізде паспорттарыңызды ашсаңыздар, бірінші бетінде үстіне қарасаңыздар, номер N-нан басылатын сіздің номерлеріңіз тұрады. Міне осылай. Өзіңіз таңдайсыз, өзіңіз жазасыз. Мысалы, сіздің номеріңіз паспорттың 123 456 78 деп тере салайық. Осы жерге міндетті түрде өзіңіздің электронды почтаңыз жазып кетіңіз. Ал енді үшінші қадам. Үшінші қадамда біздерге образец көрсетіп тұр. Осы жерде не жасау керек? Ең бірінші сіздерге өзіңіздің паспортыңыздың суретін салу керек. Оны әдемілеп А4 қағазына жазу керек. Міндетті түрде тура осылай. Және де мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 жазылып тұр. Солай орын-орнымен толтырып шығамыз. Біріншісі автоматты түрде толтырып тұр. Ол сіздер Қазақстан азаматы екеніңіз. Екіншісі біздерде өзіңіз жынысыңыз таңдайсыз, ұл немесе әйел. Және де келесі қадам біздерде surname жазылып тұр. Үшіншісін қараймыз. Үште біздерде фамилияны жазуымыз керек. Фамилияны жазасыз, жаңағыдай қылып Сұлтанбай деп. Мысалы, ол мысал ретінде өзіңіздің фамилияны жазасыздар латын тілінде. Және де төртінші қадам ол есіміңізді жазасыздар. Мысалы, Сұлтан деп жаңағыдай толтыра берейік. Бірдей қылып. Осы жерде сіздер өзіңіз туған күніңізді жазасыздар. Бесінші қадам. Мысалы, мен 98 жылы туылғанмын, апрельдің 12-сі. Алтыншы қадам ол сіздің паспорт номеріңіз алып тұрады. Жоғарыға қарасаңыздар, жаңа айтып кеткендей, N-нан басылатын паспорт номеріңіз болу керек. Басқа елдерде L-дан басылады, біздің Қазақстанда N-нан басылады. Одан кейін паспортыңыз қай күнге дейін жарамды қарайсыздар. 15 апрель, мысалы, сіздің паспортыңыз, өзіңіз паспортыңызға қарап толтырасыздар. Мысалы, сіздің паспортыңыз 2024 жылы январдың, мысалы, 1-не дейін жарамды. Одан кейін ең соңғы осы жерде ID number деп алып тұр. Ол сіздің иініңіз болады. GSN біздің Қазақстанның бойынша, мысалы, 97 09 06 13 38 60 деп тере салайық. Ол өзіңіздің иін номері әркімдікі әртүрлі, соны жазып кетіңіз міндетті түрде. Одан кейін келесі қадам, төртінші қадам. Төртінші қадамда біздер өзіміздің мына жерде сұрап тұр сіздерде екі гражданство бар ма деп. Сіздер әрине жоқ деп жауап бересіздер. Өзіңіздің Қазақстандағы номерін жазып кетесіздер. 747 567 89 09 деп. Келесіде сіздерден сұрап тұр, сіз олсын алдын ала Кореяда болып бердіңіз деп. Сіз әрине жоқ деп жауап бересіз. Егер болмасаңыз болдым деп жауап бересіздер. Келесіде сіздерден сұрап тұр, не мақсатпен келе жатсыз деп. Біздер әрине турған деп таңдаймыз. Өйткені тур деген сөзіміз қыдырып келе жатырмыз. Ал визит деген ол бір адамды танысыңызды көру үшін. Ол етіп термей қойыңыз, өйткені кета сұраған кезінде өте сұрақтар көп болады. Допросқа түскен кезінде кетаны міндетті индивидуальный тур жалғыз өзіңіз келе жатсаңыздар. Одан кейін осы жерде жаңа біздер айттым ғой сіздерге букингтан сіздерге міндетті түрде ана суретті жоғалтып алмаңыз деп скриншот жасаңыз, немесе басқа жерге жазып алыңыз деп. Осы жерге сіздер мына кнопканы басып, өзіңіздің жаңа индексіңізді істеуіңіз керек. Жаңа мен өзімнің букингыма кірем. Осы жерде 04 608 деп жазылып тұр. Осыны осы жерге міндетті түрде жазам. 04 608. Осыны іздеймін. Және іздеген кезінде қалай іздейміз? Осы жерде жазылып тұр. 6-12 Дасанро 27 деп. Осыны міндетті түрде тауып алуымыз керек. 6-12 Дасанро 27 гилді жазылып тұр. Осыны міндетті түрде таңдаймыз.
Осы жерге астында сіздер жазылып тұр нон деп. Осы жерде сіздер отельдің номеріңіздің ұйықтайтын бөлмеңіздің номерін білесіз ба дейді. Сіздер оның алдын ала сізге ешкім бермейді, сондықтан нон деп жазасыздар міндетті түрде. Осы жерге сіздерде жазылып тұр, сол отельдің номерін беріп кетуіңізді өтінеміз деп. Сол осы жерде номер жазылып тұр, осы міндетті түрде копировать етіп жазып кетеміз. Одан кейін келесі сіздер сұрап тұр, қандай жұмыс жасайсыз деп. Өзіңіздің жұмысыңыз таңдағаннан кейін студент болсаңыз студент деп теріп кетесіз, немесе офисный работник деп. Осының бәрін міндетті түрде жаттап алыңыз, қалай толтырасыздар. Одан кейін келесіде сізден сұрап тұр, Эбола басқа вирустармен ауырып көрдіңіз ба деп. Әрине жоқ. Сізден сұрап тұр, не деп. Осының алдына судимый болса, сіздің криминальный бір историяңыз бар ма деп. Сіз әрине жоқ деп тересіздер. Одан кейін осы жерде сіздерге 700-700 форматта сурет қажет болады. Оны міндетті түрде басқа роликта салып кетемін астында. 3-4 суретіңізді салып кетесіздер. Келесі қадамға өтесіздер. Келесі достар 4-ші қадам келдік. 4-ші қадамда сіздерден сұрап тұрды. Ең бірінші сіздер Қазақстан автоматты түрде жазылып тұрады. Өйткені сіздер ең басында Қазақстан азаматымын тердіңіз. Одан кейін сіздерден сұрап тұр, қай елде туылдыңыз деп. Өзбекстан болса Өзбекстан, Қазақстан болса Қазақстан деп жазасыздар. Қазақстан деп. Қазақстанда туылсаңыз Қазақстан деп. Одан кейін сізден сұрап тұр, қай күні келейін деп жатсыздар. Мысалы, сіздер сентябрьдің жаңа жазып кеттіңіздер, өзіңіздің неңіздей бұрын отельдегідей 11-нен 19 аралығында біз келеміз деп жазып кеттік. Одан кейін сізден сұрап тұр, сіздің Корея еліне танитын адамыңыз бар ма деп. Бар болса бар, жоқ болса жоқ деп жауап берсіздер. Өтірік жазуының қажеті жоқ. Және сізді сопровождающий жағыңызда адам бар ма, үлкен адам немесе досыңыз, сопровождающий деген семьяңызда адам бар ма деп. Бар болса бар, жоқ болса жоқ деп жазып кетесіздер. Одан кейін сізден сұрап тұр, Кореядан басқа мемлекеттерде болдыңыз ба деп. Егер болсаңыз иә болдым деп жазасыздар, жоқ десе жоқ деп. Өтірік жазудың тоже қажеті жоқ, оның бәрі тексеріледі. Одан кейін сізден сұрап тұр, қазіргі уақытта жұмыс жасайсыз ба, информация бере аласыз ба деп. Сіздер иә деп жауап берсеңіздер, қандай компанияда жұмыс істейсіз? Мысалы, Есентайда жұмыс істеймін деп жазайық. Есентай фитнеста жұмыс жасаймыз. Фитнес. Міндетті түрде өтірік жазудың қажеті жоқ. Міндетті түрде өзіңіздің неңіз жазып кетіңіздер, жұмыс орныңызда. Және сол номерін сұрайды сіздерден 708, мысалы 976 55 44 деп тере саламыз. Одан кейін сіздер ең соңғы этап сұрап тұр, зарплатаңыз примерно қанша деп. Мысалы 700 1300 немесе 1300 шындығын жаза беріңіздер, кішкене әсерлетіп, әрине 700 1300 немесе 1300 2100 деп. Келесі бетке өтеміз. Мінекейіңіз бәрін тердік. Біздер 5-ші этапқа келдік. Өзіңіздің информацияңызды тексеріңіз деп шығып тұрды. Осы жерде бәрін тексереміз. Сұлтанбай Сұлтан, 98 жылы туған, мужской, паспортың номер бәрін дұрыстап тексеріп шыққаннан кейін сіздер төлем ақыға өтесіздер. Төлем ақыда сіздер бәріне иә келісемін деп жауап жазасыздар. Одан кейін осы жерде карта номеріңізді жазасыз міндетті түрде, және де күнін, қай күнге дейін, және де артындағы қалай дейді, артындағы CVC кодын жазып кетесіздер осы жерге. Төлеп болғаннан кейін осылай бәрі шығады сіздерге. Болды.